Сәлем достар, бұл видеода сізді жұмбақтар мен логикалық сұрақтар күтеді. Оларға дұрыс жауап беру үшін асықпай ойлануыңыз қажет. Дәстүр бойынша неше сұраққа жауап бергеніңізді пікірге жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Ақылсыз маньяк Арманды ұрлап, оны жертөледе ұстайды. Арман 3 есіктің біреуі арқылы ғана құтыла алады, бірақ есіктердің әрқайсысы қауіп төндіреді. Адам есікті ашып, табалдырықтан өткеннен кейін өлім механизмі іске қосылады. Бірінші есіктің артында улы газ шығады. Екінші есіктің артында 100 келі салмақ түседі. Үшінші есіктің артында 100 деген улы масалар шығады. Арман құтылу үшін қандай есікті таңдау қажет? Дұрыс жауабы. Егер сіз тапқырлықты қолдансаңыз, Арман секілді оңай шешім таба аласыз. Екінші есікті таңдау қажет. Бірақ алдымен ол аяқ киімді шешіп, есікті ашып, оны сол жерге тастау керек. Сонда ғана ол тірі қала алады. Дұрыс жауап берсең, лайк басып, пікірге жаңа жыл деп жазып кет. Номер 2 сұрақ. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін, полицей жұмыстан үйге оралып жатқанда, күдікті адам оны қарсы алды. Ол ауыр нәрсе алып жүрді. Полиция қызметкері өтіп бара жатқан адамды тоқтатып, оның кім екенін және не алып жүргенін сұрады. Ол тұрған үйді көрсетті, және ол қажет емес заттарды досыма беремін деп айтты. Полиция қызметкері жауап алғаннан кейін бірден ер адамды ұстады. Полиция неге өтірік айтты деп күдіктенді. Дұрыс жауабы. Егер сіз егжей-тегжейге мұқият болсаңыз, онда қарда іздерді байқаған боларсыз. Ер адамның ізі есіктен емес, терезеден басталды. Демек, ол ұры. Номер 3 сұрақ. Саяхатшы жабайы тайпаға тұтқынға түсті. Көшбасшы оны жіберуден бас тартты. Ол егер тірі қалғысы келсе, онда тайпа басшысының қызына үйлену керек деді. Алайда алдымен, ер адам 3 қыздың қайсысы көшбасшының қызы екенін білуі керек. Егер саяхатшы тапсырманы орындаса, онда ол тірі қалады. Көшбасшысының жалғыз қызын тап. Дұрыс жауабы. Көшбасшының кеудесінде тұмар бар. Дәл сол тұмар қыздардың бірінде ғана бар. Демек, ол көшбасшының жалғыз қызы. Номер 4 сұрақ. Полиция мафия жетекшісіне көптеген қылмыстар жасады деп күдіктенген. Бірақ оларда ешқандай дәлел жоқ. Оған айып тағу үшін детективтердің бірі мафия кабинетіне кіре алды. Айғақтардың бәрі сейфте еді. Алайда сейфті ашу үшін 4 саннан тұратын кодты білуі қажет. Мафия өзі кодты жиі ұмытып қалатын. Сондықтан ол арнайы шифрды сақтаған. Осы шифрлардан кодты табуыңыз қажет. Дұрыс жауабы. Сандар таңбаны айна бейнесі ретінде шифрлады. Сондықтан сіз логиканы түсіне алсаңыз, шифрдағы қажетті код осылай естіледі. 1, 4, 2, 1. Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Және де бәріміз пікірге жаңа жыл құтты болсын деп жазып кетейік. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Жаңа жылдарыңызбен.